Бұрынғы өткен заманда бір қыз болыпты. Анасы оны өте жақсы көреді екен. Әжесінің де ең сүйікті немересі еді. Бірде әжесі немересінің туған күніне қызыл телпек сыйлапты. Қыз әжесінің сыйлығын басынан тастамай киіп жүретін болыпты. Содан бері көршілері кішкентай қызды қызыл телпек деп атап кетіпті. Осы жерден ертегі басталады. Кел балақай бірге көрейік. Анашым, қайырлы таң. Қайырлы таң, қызым. Кел таңғы асыңды ішіп ал. Сосын әжеңе баруың керек. О, әжеме барамын. Онда әжем сыйлаған қызыл телпекті киіп аламын. Ол маған қатты ұнайды. Қызым, әжеңе мына самсаны алып барып, хал жағдайын біліп қайт, жарай ма? Жарайды, анашым. Жақсы, барып қайт, жолда абай бол. Әжеңе сәлем айт. Мақұл, уайымдама, анашым, мен кетейін. Сақ бол, қызым. Деп ән айтып қойған қыз. Әжесі тұратын ауылға жету үшін орман арқылы өтуге тура келеді. Қызыл телпек орманда жалғыз жүрудің қаншалықты қауіпті екенін білмеді. Сондықтан ол өлең айтып, гүл теріп асықпай жүрді. Бір кезде орманның ішімен келе жатқан қыздың алдынан бір қасқыр шығады. Ку-ку, сәлем қызыл телпек. Сен жалғыз өзің қайда бара жатырсың? Әжеме бара жатырмын. Анашым ыстық самса беріп қайт, жағдайын біліп қайт деді. Ал сенің әжең қай жерде тұрады? Әжем бе? Ол орманның ар жағындағы ауылда, орманның шыға берісінде тұрады. Қасқыр, сен өзің онда не істеп жүрсің? Мен орманда жалғыз өзім зерігіп жүрмін. Сені көріп қалдым. Ар жақтан орманшылардың дауысы естілді. Қызыл телпек, кел екеуміз ойын ойнайық. Кім бірінші әжеңе барады, сол жеңеді. Жарайды, ойнайық, қызық болады. Сен мына оң жақтағы жолмен кет, ал мен сол жақтағы жолмен жүремін. Кеттік онда. Ойнап жатырмыз. Иә, қызық. Қасқырдың ұсынысына келіскен қыз ұзақ жүретін жолға түседі. Ол жол жөнекей асықпай гүл теріп барады. Ал қасқыр алда артына қамай, тура ауылға қарай тездетіп бет алады. Қызыл телпектің әжесінің үйіне осылай ерте жеткен ол есікті қағады. Тук-тук. Тук-тук. Әй, есікті қағып тұрған қайсың? Әже мен ғой, қызыл телпекпін ғой. Айналайын, қызым. Тұтқаның жанындағы жіпті тартсаң, есік ашылады. Мынау сенің аяқ қолыңды жақсылап байлайын. Ой, қасқыр, неғып жатырсың? Қорықпа, асханаға тығып қоямын. Байлауды қой, шығар мені. Міне, дайын, енді тып-тыныш отыр. Қой, қасқыр, көзілдіргімді алма. Рахмет, әже. Енді мен сенің кроватыңда жатамын. Жүре ғой, досым, орманның ана шетінен барып ағаш шабайық. Сосын үйге қайтармыз. Жарайды, кеттік. Мықты! Жақсы шабасың. Тук, әже, мен келдім. Тұтқаның жанындағы жіпті тарт қой. Сонда есік ашылады. Әже, мен келдім. Кіре бер, қарағым. Әже, сіздің даусыңыз неге қалың? Тамағым ауырып тұр, қызым. Әже, құлағыңыз неге сондай үлкен? Сені жақсы есту үшін, қызым. Әже, көзіңіз неге үлкен? Сені жақсы көру үшін, қызым. Әже, тісіңіз неге сондай үлкен? Сені тезірек жеу үшін, қызым, ау! Мынау саған! Мынау! Әттеген-ай! Қайда қарсың? Досым, мына үйде бір нәрсе болып жатқан сияқты, жүр үйдің ішіне кіріп көрейік. Иә, үйге қарай барады. Аңшылар, қасқыр, көмектесіңдер! Қорықпа, қызыл телпек! Қоя беріңдер! Байлап тастаңдар, қашып кетпесін. Рахмет, аңшылар. Құлыным, аман есен келдің бе? Иә, әже, мен аман есенмін. Сені көргеніме қуаныштымын. Қызыл телпек пен әжесі отыншыларға алғыстарын білдіреді. Әжесі шай қойып, немересі әкелген самсаларды себеттен шығарып, дастархан жаяды. Сөйтіп үшеуі жақсылап тұрып шай ішеді. Әңгіме дүкен құрады. Қасқырдың сыбағасын қалай бергендерін айтып мәз болады. Балақай, міне біздің ертегіміз аяқталды. Ертегі ұнаса лайк басып достарыңмен бөліс. Қош сау бол. Келесі кездескенше.